Қайырлы күн 250 ТВ каналының оқырмандары, сіздердің назарларыңызға оқу жылының 2-ші тоқсанындағы жаңалықтарды ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Желтоқсан айының алғашқы аптасындағы айтулы іс-шаралардың бірегейі деп мектеп тәлімгері Шерхан Кәрібаев пен аудандық мәдениет үйінің режиссері Мадияр Махамбетовтың ұйымдастыруымен өткен ұлты ұлықтаған Ұлабай тақырыбындағы сахналық қойылымды айтуға болады. Тек қана алға, ардақта қазақ елім. Самға балалар мен жасөспірімдер театрының қатысуымен көрсетілген қойылымның тәрбиелік, тарихи маңызы зор болды. Мектеп директоры Гүлжихан Жұмағалиқызы қойылымнан алған әсерімен бөлісіп, ұйымдастырушыларға шексіз алғысын білдірді. Театр апталығы аясында Мираж Аяшеваның ұйымдастыруымен бәрінен күшті қорқақ қоян атты театр қойылымы өткізілді. Қойылымға 6-шы сынып оқушылары қатысып, өз өнерін ортаға салды. Педагог Ақмарал Әбдірахманова, Гүлмира Тұрсынбаева, Мөлдір Қалымбетовалардың ұйымдастыруымен Мейірімді қоян атты театр қойылымы өткізілді. Қойылымға бастауыш сыныптар арасынан 3-ші Б және 3-ші Д сынып оқушылары қатысып, өз өнерлерін ортаға салды. Келген көрермендер жақсы әсер алып, өз ризашылығын білдірді. Бұл іс-шаралардың мақсаты ертегілер арқылы оқушы бойына адамгершілік, жауапкершілік және өмірге деген құштарлық сезімін ояту болатын. Оқуға құштар мектеп жобасының жылдық жоспарына сәйкес, Қарагөз Ныштыбаева, Мағжан Жұмабаев заманның заңғар тұлғасы тақырыбында мектеп кітапханасында әдеби кеш өткізілді. Әдеби кешті Орынбасаров Ердәулет жүргізіп, Мағжан Жұмабаевтың шығармашылығына арналған кітап көрмесімен таныстырып өтті. Кеш барысында мектеп оқушылары өнері ерен өршіл ақынның өлеңдерінен үзінді оқыса, тәтті ұяшықтар айдарында сұрақтарға жауап беріп, тәттіге ие болды. Кешті мектеп директорының орынбасары Гүлайна Опабекқызы қорытындылап, алпауыт ақын Абдан Азаматтың шығармашылығы сан қырлы екендігін айтып өтті. Мектебімізде тарих пәні мұғалімдерінің ұйымдастыруымен ұлттың сананың мәйегі ұлт тарихында атты тарих апталығы ашылуы болды. Тарих апталығының ашылуы аудандық тарихи өлкетану музейінің көшпелі жәдігерлері мен коллекциялар көрмесін тамашалаумен басталды. Мектептің 5-11 сынып оқушыларының көрермендерге ежелгі Қазақстан дәуірінен бастап тәуелсіз Қазақстанға дейінгі тарих кезеңдерін сахналау арқылы жеткізе білді. Оқушыларға ел тарихын білесің бе атты айдарымен түрлі сұрақтар беріп, білімдерін сынады. Балаға заман талабына сай білім беру үшін мұғалім де ақпараттық құралдарды тиімді қолдана білуі керек. Бүгінде мектебіміздегі ұстаздардың сандық цифрлы ресурстарды және басқа да ақпараттық жүйелерді ұтымды игеру үшін кешенді жұмыстар атқарылып жатыр. Информатика пәні мұғалімі Рахметов Бауыржан ағайдың ұйымдастыруымен оқу үдерісіндегі сандық ресурстарды тиімді пайдалану тақырыбында мұғалімдердің қатысуымен семинар-тренинг болып өтті. Асыл әжелер мектебінің жұмыс жоспары бойынша 7-8 сынып оқушыларына әжелер сөзі тәрбие көзі атты танымдық сағаты өткізілді. Шара бағыттары бойынша әжелеріміз қазақ халқының ұлттық салт-дәстүрлерін, әдет-ғұрпын жас ұрпаққа көрсетіп, маңызды ақпараттарымен бөлісті. Әжелер сөзі тәрбие көзі тәрбиелік шарасына қатысқан барлық әжелерімізге, қыздарымызға ұлттық салт-дәстүрімізді, әдет-ғұрпымызды дәріптеп, үлгі өнеге көрсеткендері үшін алғысымызды білдіреміз.
жақсы пікір. Дебат фракциясының ұйымдастыруымен 8-10 сынып оқушыларынан құралған екі фракцияның арасында дебат өткізілді. Әлментаева Айша апай, орыс лигасының жетекшісі және педагог ұйымдастырушы Қаусов Әліби ағайдың бастамасымен өткен дода тартысы толы болды. Жоғары ұпаймен Валюция фракциясы жеңіске жетті. Мектеп парламенті ұйымының мүшесі республикалық «Досбол лайк» акциясына орай «Досқа тілек» акциясын өткізді. Үзіліс уақытында мектеп оқушылары өзінің достарына ізгі тілектерін, жылы лебіздерін білдірді. Бүгін сіздерге ұсынған жаңалықтар легі осындай. Біздің каналға тіркеліп, жаңалықтарға қолдау білдіреді деп сенеміз.